Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, тез дайындалатын сметанник пирогын жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге електен өткен ұн қажет. Осы ұнымызға дәміне қарай шекер салып, бөлме температурасындағы маргаринімізді салып, жақсылап песочный тесто шыққанша араластыратын боламыз. Бізде осындай песочный тесто шықты. Енді осы тестомызға бір жұмыртқа салып, қамыр басамыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шығуы тиіс. 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған тестомыздың жартысын осылай паклан қағаз төселген формамызға салып, бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Осылай біркелкі етіп жайып шығасыздар. Енді қалған тестімізді жанына жапсырып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай формамызға салып алдық. Енді ортасын міндетті түрде шанышқымен тесіп шығамыз. Ортасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде 20% магазиннің қаймағы және дәміне қарай шекер, 4 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, барлық қоспамыз біріксе болғаны. Мен дәмін шығару үшін бір ванилин қостым, бірақ ол міндетті емес, қоспасаңыз да болады. Осы дайын массамызды формамыздың үстіне құйып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді пирогымызды 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минутқа жақсылап пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Пирогымызды ыстық күйінде формадан шешпейміз. Міндетті түрде жақсылап суығаннан кейін барып алсаңыз, бетіндегі қаймағы түсіп кетпей жақсы тұратын болады. Міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қазақша контентті қолдап, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын!